Шымкентте Аманат партиясының қалалық филиалының ұйымдастыруымен құқықтық көмек жобасы аясында көшпелі мобильді қоғамдық қабылдау өтті. Мобильді қабылдаудың негізгі мақсаты шалғай аумақтағы азаматтарға қолжетімді құқықтық көмек көрсету және олардың мәселелерін жергілікті жерде жедел шешу. Қазірде үй мәселесі менен квартира көп балалы анамын. Қазірде үй мәселесі менде қазір бастысы. Үйім жоқ, квартира. Әлеуметтік атаулы әлеуметтік көмекті де аламай жатырмын. Себебі ИП-ға тіркелуіміз керек екен. Жолдасым и мен екеуміз жұмыссызбыз. Енді жұмыспен қамту орталығына барайық десек, екеуміздің де жұмысқа жағдайымыз жоқ. Күйеуімді қазір бүйрегімде тасым бар деп, ол да мазасызданып ауырып жүр, докторға көрініп. Мен бала күтімінде. Қандай көмек болғанда қазір бірінші очередь маған отбасы менен бір жерде болатын жылы үй баспана ғой. Баспанам болса, өзімнің жеке үйім болса деген. Өзімді шаршап кеттім. Мына квартира босат дейді хозяйкаларым. Одан шығып басқа квартира іздеп, бір ай болмады, қазір басқа квартираға өтіп, қырдан пешком балдарым менен мектепті алыс. Өзі 5-6 жылдан, 10 жылдан асып кетті квартирада жүргеніме. Қалаға келдік. Қалада жұмыс бар, бірақ өмір сүру қиын екен, былай айтқанда. Квартира төлейсің, балашаға жеп-жем дейді. Ойнап күлуіне де уақыты-мен не қыламыз, бірақ бәрібір үй құруға, үй салуға шама жоқ қазір. Үй мәселесін айттым қазір. Сөйтсем, үй кезекке 3 жылдан кейін прописка деп жатыр. Менде енді 1 жыл болды да. Сон әлі үй кезекке қоя алмайсыз деп отыр. АСП-ға, енді АСП-ны басқа несіне жолығу керек болып отыр, оны айтқан жоқпын қазір АСП-ны. Оған кірем қазір. Сол үй кезек прописканы 3 жыл болмастан тұра алмайсыз деп не қылып айтыр. Басқа жолдары жоқ па кетіп көмекпен? Сол басқа жолдары жоқ па десем, жоқ деп отыр ғой. Заң бойынша осы 3 жыл прописка деп отыр. Енді қолдан келгенше егер үйге не көмек беретін жан болса, мақұл деп қабылдайтын едім. Бала-шағам үшін 7 бала-шағам бар. 7? Иә. Қазір үй кезекте ішерде не қылмай, қазір квартирада жүрген адам. Аманат партиясының Шымкент қалалық филиалының атқарушы хатшысының орынбасары Ербол Байқонысовтың айтуынша, партияның құқықтық көмек жобасы аясында кезекті көшпелі мобильді қабылдау өткізіліп жатыр. Оның сөзінше, бұл шараның басты мақсаты шалғай елді мекендердегі тұрғындардың өтініштерін тыңдап, олардың мәселелерін партия бақылауына алу. Ербол Байқонысов жыл басынан бері 27 мобильді қабылдауларды өткізілгенін атап өтті. Осы уақыт аралығында 491 тұрғын өтініш берген, оның 59% оң шешімін тапқан. Бүгін Аманат партиясының құқықтық көмек жобасы аясында шарамыз өткізіліп жатыр. Бұл бірінші кезекте біз шалғай елді мекендердегі азаматтардың мұң-мұқтажын тыңдап, яғни қандай ұсыныстар болатын болса, сол талап тілектерін өзіміздің назарымызға алып, партиялық бақылауға қоямыз. Бүгінгі күнге дейін жылдың басынан бері 27 рет өткізіліп отыр. Оның ішінде 491 адам бізге өтініш білдірген, оның 59% оң шешім тапты. Яғни қалғандары біздің партиялық бақылауға қойғанбыз. Бұл дегеніміз біздің енді партияның ғимаратына ғана емес, біздің партия филиалы, аудандық филиалдар осы халыққа келіп, алдына келіп, өз мұң-мұқтаждарын естіп, оның ұсыныс-тілектерін білдіру мақсатына жасалып отқан дүние. Мәселелердің басым көпшілігі қандай? Енді бірінші кезекте біз Шымкент қаласында бірінші кезекте инфрақұрылым мәселесі бірінші кезекте тұр. Ол жерде газ, су, свет мәселесі және асфальт мәселесі. Одан кейін екінші мәселе әлеуметтік жағдай, одан кейін тұрғын үй кезегі, одан кейін жер мәселесі. Осы біздің басты осы үштікте тұр. Аманат партиясы Шымкент қалалық филиалы қоғамдық қабылдау бөлмесінің меңгерушісі Гүлжанат Баетованың пікірінше, партияның құқықтық көмек жобасы аясында Еңбекші ауданында шалғай елді мекен тұрғындарын қамту мақсатында жеке қабылдау ұйымдастырылып жатыр. Қабылдауға келген азаматтардың өтініштерінің көпшілігі әлеуметтік қамсыздандыру мәселесіне байланысты. Гүлжанат Баетованың айтуынша, жыл соңына дейін мобильді қабылдаулар жалғасады, ал партия алдағы уақытта да тағы бірнеше шалғай елді мекенге барып, халықтың мәселелерін тыңдауды жоспарлап отыр. Бүгін біз Еңбекші ауданында шалғай елді мекендерді қамту мақсатында құқықтық көмек партиялық жоба аясында азаматтарды жеке қабылдау бойынша іс-шара өткізіп жатырық. Қабылдауға өте көп азаматтар келіп жатыр. Оның
көтеріп жатқан мәселелердің басым бөлігі жаңағыдай тұрғын үйді қамту мәселелері көтеріліп жатыр. Одан бөлек құқықтық көмек партиялық жоба аясында болғандықтан біз заңгерлермен, полиция департаментінен, прокуратурамен азаматтар қабылдауға отыр. Ол мәселе бойынша да азаматтар өздерінің заңгерлік кеңестерін алып жатыр. Біз Шымкент қалалық филиалы жыл басынан бері жаңа мобильді қоғамдық қабылдауды өткізіп келе жатырмыз. Осы уақытқа дейін 27 мобильді қабылдау өткіздік. 491 азаматты қабылдап, оның ішінде 59% қазіргі таңда оң шешім тауып отыр. Жыл соңына дейін бұл іс-шарамыз өзінің жалғасын табады. Әлі де бірнеше шалғай елді мекендерге жаңа көшпелі қабылдау жасап, азаматтардың мәселелерін тыңдаймыз деген жоспарымызда бар. Шешілмей жатқан мәселелер қандай мәселелер? 41%. Шешім неде қазір қаралу үстіндегі мәселелер ол 41% алып отыр. Я дұрыс. Оның көбісі жаңағы жарық тарту бір көшеге, немесе көшеге жол түсіру, шалғай елді мекендерімізде инфрақұрылымды толық дамыту мәселелері бойынша кішкене бізде ол уақыт алып отыр. Және біздің әлі де бақылауымызда ары қарай оң шешім тапқанша біз жұмыс жасаймыз. Көшпелі қоғамдық қабылдау барысында тұрғындардың өтініштері қабылданып, құқықтық мәселелер бойынша жедел кеңес берілді.